Магний жетіспеушілігі барлығымызда бар. Неге десеңіз, барлығымызда стресс. Стресс болған кезде магний ағзадан көптеп шығады. Ағза магнийді әрқашан қажет етіп тұрады. Магний жетіспеушілігі бар екенін қалай білеміз? Ұйқысыздық, ұйқы бұзылысы, түндегі қорқынышты түстер, көзіңіз тартылса, зат алмасу, метаболизм бұзылысы, іш қатуы, созылмалы шаршағыштық, өзін нашар энергиясыз сезіну, бұлшықеттердің тырысуы, құрысуы, жиі бас ауыру, есте сақтау қабілетінің төмендеуі, жиі күйзеліске түсу, ашушаңдық. Магний ағзадағы қызметі энергияның алмасуына қатысады. Инсулиннің жасушаларға енуін қамтамасыз етеді. Жүрек жұмысын қалыпқа келтіреді. Артериялды қан қысымды төмендетіп, жүрек ырғағын қалыпқа келтіреді. Ағзадағы 300 ферменттің түзілуіне және қызметіне қатысады. Эндокринді мүшелердің қызметін қалыптастырады. Ақуыз синтезіне қатысады. Өкпе жасушаларының қызметіне қатысады. Мидың жұмысына, ұйқының дұрыс қалыптасуына қатысады. Есте сақтау қабілетін жақсартады. Стресстен тез шығуға көмектеседі. Магнийдің ағзаға қажетті тәуліктік мөлшері 400-600 мг. Магний препараттарын дұрыс тағайындау керек. Магнийдің хелатты формасын қабылдау сіңімді. Магнийдің B6 витаминмен бірге қабылдау бір-бірінің сіңірілуін жоғарылатады. Кажанға, горох, банан құрамында магний өте көп.